Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сосискидан осындай әдемі пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 18-20 дана сосиски, 1 дана жұмыртқа, тұз, күнжіт және дүкенде сатылатын осындай қатпарлы қамыр қажет болады. Ең алдымен сосискаларымыздың сыртындағы осындай салапанын алып тастап дайындап аламыз. Енді қамырымызды аламыз. Менде дүкеннің осындай қатырылған қамыры. Мен бұл қамырды бөлме температурасында 2-3 сағат қойып ерітіп алдым. Микротолқынды пеште ерітуге кеңес бермеймін. Ертерек осылай 2-3 сағат бұрын шығарып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымызды ашып алғаннан кейін өзіңіздің табаңыздың көлеміне қарай жайып аламыз. Менде осындай әсел пештің табасы 4 бұрышты, соған сай етіп бар жағын тегістеп осылай жайып алдым. Және пергамент қағаз төселген табамызға осы қамырды орналастырамыз. Шет-шетінің бәрін жақсылап келтіріп аламыз. Одан соң пышақтың көмегімен 1-1,5 сантиметрдей дәл видеодағыдай көлденеңінен кесіп шығамыз. Одан соң ортасына бір қамырдан қалдырып, осылай дәл видеодағыдай қамырларды жартысынан осылай ашып шығамыз, жартысына дейін, табаның жартысына дейін. Одан соң сосискаларымызды тігінен осылай ортаға орналастырамыз. Менде кішкене бөлігі қалып қалды, сол үшін сосискемді кішкене бөліп алып қойып жібердім. Одан соң қамырымызды қайтадан сосискенің үстінен осылай видеодағыдай жауып шығамыз. Енді келесі қамырларды ашамыз. Дәл шахматтағыдай болып шығады. Мен бұл жерде асықпай сіздерге түсірген себебім жаңағы түсінікті етіп көріп алу үшін, яғни шатаспай жақсылап істеп алу үшін сіздерге бір жақ бөлігін толықтай видеоға түсіріп көрсетіп жатырмын. Өзіңізге ұнаған кез келген сосискиді қолдансаңыз болады. Қамырды да қатпарлы етіп өзіңіз елесеңіз де болады. Менде бірақ ол дүкеннің қамыры. Келесі бетінде дәл солай істеп шығамыз. Одан соң шеткі қамырларын осылай бір-біріне жабыстырып, әдемілеп осылай видеодағыдай жасап шығамыз. Келесі бетінде дәл солай жасаймыз. Одан соң жұмыртқаның сарысына кішкене тұз салып, осыны жақсылап араластырып, пирогымыздың бетіне тегістеп, жақсылап жағып шығамыз. Барлығын жақсылап, әдемілеп жағып шықтым. Енді оның үстіне күнжітті себеміз. Бұл жерде де күнжітті пайдалансаңыз да болады, пайдаланбасаңыз да болады. Немесе қара түсінде пайдалансаңыз тіпті әдемі болады. Енді осыны 180-200 градуста қызып тұрған пеште 20-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.